Бәріңе сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Амангелдина Балнұр. Бүгін біз сіздермен қалай айтсам болады, құймақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, қант, айран, ұн, сода және тұз керек болады. Және мен венчикпен араластыратын боламын. Достар, ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне 4-5 қасық қант саламыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып шықты. Достар, егер сіздердің жұмыртқаларыңыз тым кішкентай болса, онда тағда бір жұмыртқа қоса аласыздар. Енді тұзымызды саламыз. Және дұрыстап араластырамыз. Енді айран құямыз. Жылыған болу керек. Енді қайттан бәрін араластырамыз. Енді бірінде бұнымызды салып араластырып отырамыз. Өздеріңіз байқарсыздар, әркімнің оны бөлек. Мүмкін сіздерге 250 грамм тым көп болып кетуі мүмкін. Өздеріңіз көрерсіздер. Тым қою болмау керек, тым сұйық болмау керек. Енді содамызды да қосамыз. Бәрін араластырамыз. Міне біз осындай болып шығу керек. Достар, енді біз табамызды қыздырып, май қоямыз. Достар, міне табамыз енді қызып қойды деген кезде, біз ұнымызды құямыз ішіне, және оны 4-5 минутқа крышкасын жауып ұмытамыз. Достар, бүйтіп егер көтерілмей салсаңыздар өстіп пісады, ал көтерілсеңіздер өстіп. Бұндай балаларға өте қатты ұнайды. Бауырым бәрін жеп қойды деуге болады. Міне осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі мен панкейктің рецептін тексеремін деген ойдамын.